Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ауызашарға жеңіл арпадан сорпа дайындаймыз. Қазақша контентті каналдың дамуына үлес қосып, менің видеоларыма лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай қазанымызға салқын суымызды құйып, үстінен осындай сүйегі бар еттерімізді салып, бетін жауып, қайнағанша қалдырамыз. Осы уақытта арпамызды осындай үлкенірек кесемен жарты кесе алдым. Осыны жақсылап біз салқын суда, суымыз мөлдір болғанша жақсылап жуып аламыз. Міне мен арпаларымды жуып алдым. Енді осының үстінен ыстық суды құйып, бетін жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Міне мен сорпамыз осы уақытта біздің қайнап шықты. Үстіндегі көбіктерін алып, жарты сағат тұрған арпамызды саламыз да, араластырып, бетін жауып, баяу отта баппен қайнататын боламыз. Етіміздің қайнағаннан кейін бірден арпаны сала беріңіздер, себебі арпаның пісуі ұзағырақ болғандықтан бірден салып, осылай қайнатып пісіріп аласыздар. Енді біз салмасын дайындаймыз. Осындай табамызға май құйып, ұсақтап туралған сарымсағымыз бен пиязымызды салып, жақсылап 5-6 минут аралығында осылай қуырамыз. Кейін сәбізімізді де саламыз. 3-4 минут аралығында қуырып алатын боламыз. Картобымызды және де ұсақтап туралған тұздалған қиярымызды салып, араластырып, жақсылап қуырамыз. Кейін дәміне қарай осындай паприка, тұз, қара бұрыш, кейін осындай томат пастасын салып, араластырып, қызартып, жақсылап қуырамызды. Тұздалған қиярымыз тұрған, тұздалған қиярдың суын құятын боламыз. Және де бетін жауып, картошкамыз піскенше бұқтырып, қайнатып аламыз. Осы уақытта 1 сағат шамасында қайнаған менің сорпам дайын болды. Үлкен еттерін сүзіп алып, үстінен жаңағы дайындалып қойған подливымызды құямыз да, жақсылап араластырып, бетін жауып, баяу отта тағы да 5-10 минут аралығында қайнатып аламыз. Одан кейін осылай ұсақтап туралған еттерімізді саламыз да, 3-4 минут аралығында тағы да бір қайнатып жібереміз. Қыздар, осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Осымен біздің сорпамыз дайын. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Ақбота.